өткен аптада сол жолдасым ауырып қалды да қатты. Күйеуім ше. 2 күн ауырды да, соны ойладым. Мен даже күйеуіме айттым ше, жазылған екен, мә сен тоқал алшы деп ше. Шынымен бар ғой, сөйтіп айттым. Соған жазылған жоқ. Сол пікірдесіз бе негізі әлі? Жоқ, мынандай да, бүйтіп ойладым. Бізде бір ақталғыз ғой. Мен жасырып жүрсеңші, жасым 40-тан асты. Енді бір Алла біледі, енді беретін де Алла, алатын да Алла ғой, бір Алла біледі. Сол ойладым, мынау 2 күн қатты ауырған кезде жігіт қой енді мысалы, ертең ұрпақсыз қалып кетсем, мынау мен бір өзім бұны жаныма байлап алып құрсын деп жаман соны уайымдадым да, күйеуіме айтсам. Ойланып қалдым деп қояды. Ол да жоқ демейді, ойланып қалды. Мен бірақ сондай анандай бір негізі ойланбай түбімен көп ойланып кеттім. Қалай болады? Жалпы өзіміз осы нәрсенің бәрі маған қатты әсер етті. Өткен аптада оқысы шешім қабылдап жүрді ғой. Алла тілеп отыр. Жоқ, мен негізі о бастан ондай нәрсеге қарсы болған адам емеспін, Жандарбек. О бастан мен анандай. Осы жайлы бір келіндерге бір насихат айтсаңшы. Иә, мен о бастан тек қана маған болу керек, тек қана мен өмір сүруім керек деген нәрседен аулақ адаммын мен о бастан. Енді әркім өзі біледі ғой, Жандарбек. Қазір мен айтсам бүйтіп айтуым мүмкін. Ой, анау мынау деп біреулер ренжуі мүмкін. Бірақ енді түбін ойлайтын болса, бәрі әйел келсе. Сіздің әзілдеріңіздің өзінде осыны әзілдеп рұқсат беріп келесіз, соң жағында өзіңізге келіп қалғанда бір өйткені әйел адамның логикасы ғой. Логикасымен айтасыз. Жұрттар соны жеке өзіңіздің ойыңыз деп. Иә, жеке өзімнің ойымда мен ешқашан, мен достарым да, жақындарым да бәрі біледі. Мен даже жолдасыма да айтып отырмын ғой, мен рұқсат беріп қойғам. Рұқсатты мен жаңағыдай үшін емес, ол бір жаңа екінші әйел алсын еді, көбею керек. Қазақтың азаматтары көбею керек. Жақсы азаматтан жақсы ұрпақ қалу керек деген ниет қана менде болды. Болды, басқа анандай бір тақырыпты осылай қойсақ. Wi-Fi сияқты таратамайсыз ба ниет? Басқа не емес ол. Өйткені мен бұл нәрсеге баяғыда мектепте жүрген кезде Толымбек Әлімбек бар ғой. Сол кісіні телевизордан тыңдап отырсам, сол кісі бір әзіл айтып жатыр. Әйел азаматы дейді, бір жылда 12 күйеуге тисе де бірақ баланы дүниеге әкеледі дейді. Ал ер азамат бір жылда дейді, 12 әйел алатын болса, 12 бала дүниеге келеді дейді. Мысалы дейді. Мен сол кезде айтқам, әйел мен еркек теңесе алмайды екен. Мен жұмыс істеп жатырмын, мен қырып жатырмын, мен жойып жатырмын дейді ғой әйелдер ше. 1000 жерден жояйық, қырайық, қопырайық. Қазақтың әрбір сөзінің өзі негізі таза тренинг қой. Бізде қазір тренинг жасап, ойбай деп жатыр ғой көп нелер. Не дейтін еді анау бақабасты алтын тапқан әйелден бақабасты еркек артық. Алтын басты еркектен. Енді сол бәрі қарап отырсаң, алтын басты әйелден бақабасты еркек артық. Бақырбасты алтын. Шын мәнінде мен миллион тауып отырсам да бар ғой, күйеуім 100 000 теңге әкелсе бар ғой, соны кәдімгі бір жерге жаратып, продукт алып, комуслуганы төлеп, мысалы деп жатырмын да, ертең ойламасын да, жыл сайын күйеуі 100 000 теңге табады екен емес. Мен негізі мысалы айтып жатырмын да. Сол сияқты біз Толымбек Әлімбек ағаның сөзінен кейін шын мәнінде әйел мен еркек никогда тең болмайтынына мен көзім жеткен. Сіздің күйеуіңіз жақсылап Толымбек ағаға бір сыйлық жасаса болады екен ғой. Мен күйеуіме айтамын ғой, негізі бақыттысың ғой сен деймін да. Мен өйткені мен анандай көп нәрсені келте ойлағым келмейді. Бірақ осыны осылай айтайын десең, көп адам түсінбеуі мүмкін да. Әсіресе әйелдер жағы. Иә, олар бірден бүйтіп айтуы мүмкін. Бірінші өзі сөйтіп аласың деп. Пожалуйста. Бірақ рұқсат беріп тұрсыз кез келген уақытта, екінші әйел алуға. Мен рұқсат беремін. Мен тағы да айтамын, ол көбею үшін. Біз халық жалпы көбеюіміз керек. Жақсы азаматтан жақсы ұрпақ қалу керек. Мен бәріне айтамаймын, может, күйеу жамандар шығар, әпергісі келмейтін. Мен күйеуім жақсы болғаннан кейін жақсы азаматтан жақсы ұрпақ қалсын деп тілеймін. Өзім дұрыс көремін ол нәрсені. Осымен бітірейікші. Мына қыз айнып қалмай тұрып бітірейікші десе.